Алдағы уақытта еліміздің ата заңына өзгертулер енгізілетін болады. Бұл жайлы елбасы өзінің Қазақстан халқына жолдаған үндеуінде айтқан. Президент бүкіл халықтық талқылауға шығарған Конституциядағы өзгерістерді депутаттар, қоғам қайраткерлері, жастар жағы жан-жақты зерделеп, оның өзектілігіне де қатысты ой өрбітуде. Ата заңымызға енгізілетін өзгерістердің еліміз үшін мән-маңызын тілшіміз екшеп көрді. Елбасының Қазақстан халқына арнаған үндеуінен кейін жер-жерде ата заңымызға енгізілетін өзгерістер жайын талқылаулар басталып кетті. Саясаттанушы Ғани Елмұратов бұл бастаманы Қазақстанда демократизациялау жолындағы маңызды қадам деп санайды. Өйткені президенттік биліктің біразы үкімет пен парламентке берілсе, Қазақстандағы басқару жүйесі жаңа сипатқа ие болмақ. Жуырда президент осы өзінің жолдауында айтты, оны бізде бірнеше осы модернизация кезеңі өтті, 3 кезеңі, қазір 3-ші кезең. Сондықтан модернизация негізгі қызметі ол үнемі әртүрлі демократиялық сондай тәртіптерді, процедураларды, нормаларды іске асыру. Сол сондай конституцияға норманың енгізілу, мен ойымша, ол сондай конституцияның демократизациялану. Конституцияда өзгеріске ұшырауы мүмкін тағы бір бап бар. Азаматтар арасында біраз сұрақтар тудырып жатқан 26-шы баптың тағдыры әлі белгісіз. Оның бірінші тармағында Қазақстан Республикасының азаматтары заңды түрде алған қандай да болсын мүлкін жеке меншігінде ұстай алады делінген. Осы тармақтағы Қазақстан Республикасының азаматы деген сөздің орнына әркім деген балама ұсынылуда. Шетел азаматтар келсе, олар барлығы бізге келмейді, бізді баса алмайды қой. Негізінде Қазақстан ол басқа елдермен байланыс жасау керек. Бұл ретте қоғам белсенділерінің ойы бір жерге түйіспей тұр. Біреулер бұл баптың өзгертілуін құп көрсе, енді бірі 26-шы баптың сол күйі қалуын қалайды. Заңды түрдегі мүліктерін жеке меншікке пайдалану деген бапты мен өзгертудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Ал енді жер мәселесі. Жер мәселесі де қазір біздің жер кодексі бойынша Қазақстан Республикасының азаматтарының иеленуге құқығы бар үлкен меншіктің бірі болып табылады. Енді бұған келгенде біз оны жалға беру, сату, шетелдіктерге беру, немесе мұраға қалдыру деген сияқты көптеген қарама-қайшылықтар туындайтын мәселелерге келіп тіреледі. Жұрттың жаңағы ауызғы күйгені бар, жасырмай айту керек. Жер мәселесін бұған араластырып, ендігі жерде халықтың өзінің заңдастырған мүлкіне әрмен қарай оны нұқсан келтіруге болмайды. Мен 26-шы бапты өзгертуге мен өз басым қарсымын. Ал парламент мәжілісінің депутаты Серік Құсайынов қауіптенудің қажеті жоқ екенін айтады. Халық қалаулысы елбасы жер дауына қатысты 5 жылға мораторий жариялағанын еске салды. Жер кодексі бойынша білесіздер, елбасы мораторий жариялап, былтыр бұның бәрін тоқтатып қойған. Бұл мәселе, бұл кеңірек мәселе, бұл басқа мәселе. Жер мәселесіне қатысы жоқ. Ақорда 26-шы бапқа енгізілетін өзгерістерге қатысты ел тұрғындарының пікірін ашық білуді жөн көрді. Сол үшін арнайы электронды пошта жәшік ашылған. Ұсыныс тілектер 26-шы ақпанға дейін қабылданады. Ендеше кәмелет жасқа толған еліміздің әрбір азаматының пікірі бұл жерде ауадай қажет. Ел Конституциясы 1995 жылы 30 тамызда бүкіл халықтық референдум арқылы қабылданды. Бүгінгі күнге дейін Конституцияның 98-ші бабының бірнеше тармақтары өзгертілген. Назерке Қанағат, Анатолий Классин және Досымбек Тоқай, Ертіс Информ.